Баршаларыңызга кайырлуу күн. Бүгүн сиздер менен помидор огурцты бүтүн кылып асорти жабатын боламыз. Өтө дәмдүү болуп чыгады. Видеону соңуна чейин көрүүнү унутпаңыздар. Бизге огурцы, помидор, осындай болгарский, ащы бұрыш, укроп, петрушка, кара бурчтун осындай бүтүнү және де лавровый лист кажет. Енді банкамызга эң астына укроп, петрушкамызды салып чыгатын боламыз. Содан соң лавровый листimizni 2 штуктан салатын боламыз. Кара буруштан 5-6 штук. Толук рецепт описание бөлүмүнө жазып кететін боламын. Енді кызыл жасыл болгарскийлерimizni салатын боламыз. Ащы бұрыш косуу өз каалооларыңыз боюнча 1-2 штуктан салып чыксаңыздар жеткиликтүү. Енді огурцыларымызды салатын боламыз. Бүтүн кылып немесе кесип салсаңыздар болады. Барлығын тығыз етіп саласыздар. Қолдарыңызбен басып. Өйткені қайнаған су құйғаннан кейін басылып, іші бос болып қалады. Енді помидорларымызды салып шығатын боламыз. Видеода көрсетілгендей осылай басып тығыз етіп салатын боламыз. Алдын ала үлкен кастрюльге суды қайнатып, дайындап қойыңыздар. Міндетті түрде қайнап тұрған су болуы қажет. Барлығын дайындап алдық. Енді ыстық қайнап тұрған суымызды құятын боламыз. Барлығына бірдей етіп, бетіне шейін ыстық суымызды құйып шығатын боламыз. Осылай крышкамен бетін жауып шығатын боламыз. 15-20 минутқа осылай қойып қоясыздар. Бетін крышканы жаппаймыз. Жай ғана осылай стерилизация болуы қажет. Ішіндегі микробтары өліп. Он 15 минут өткеннен кейін осылай суымызды төгіп тастаймыз. Бұл суды қолданбаймыз. Барлық банкадағы суларымызды осылай төгіп тастайтын боламыз. Осылай 2 рет жасап шығасыздар. 2 рет жасап шыққаннан кейін енді чесноктарымызды салатын боламыз. Енді әр банкаға 2 ас қасық тұзымызды салатын боламыз. Осылай қатты толтырмай, барлығына бірдей етіп салып шығасыздар. Тұзымызды салып алдық. Енді барлығына құм шекерімізді салып шығатын боламыз. Құм шекерден 1 ас қасық қана саласыздар. Алдын ала суымызды қайнатып, дайындап қойыңыздар. Барлығы дайын болды. Қақпақтарыңызды қайнатып, алдын ала дайындап қойыңыздар. Енді кішкентай қасықпен бәріне уксус құйып шығатын боламыз. Мен 70% қолдандым. Кішкентай чайна ложкамен 1 қасық қосасыздар. Біздің ассортиміз дайын болып қалды. Енді ыстық суымызды құйсақ болды.
Енді барлығына қайнап тұрған суымызды құятын боламыз. Менің каналымнан басқа да қыс мезгіліне арналған салаттардың түрлі рецепттерін таба аласыздар. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Біздің ассортиіміз дайын. Қақпағын жауып, аузын жақсылап бекітіп аласыздар. Өте әдемі болып шықты. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Өте керемет болып шықты. Баршаларыңызға ас болсын.